Бүгін Құрмышғалынан 1064 күні эфирде заман студияда сілерімен Шевкет Наматулаев селямлайым. Бақшысарайда яқаланған Сиран Салиевны экстремизмнен күрешув мерkezіне алып кеткенлер оның евінде Сабадан Тинтув өткерілді. Тәфсилатлы жамық бермас Эльвина Сейдбулаева біле. Сегодня 26 января, город Бахчисарай. Сабадан сарбақтындан башлап Қарым татар милли әрекетінің іштіракчысы Зудия Салиева ве оның оғлы Сиранын еві қамачавға алынғандыр. Олар Бахчисарайда яшайлар. ФСБ хадимлері Тинтув кечірелер. Азбарда ве евде силалы шақыслар бар. Қорантаға ади инсанлар дестек көстерділер. Адвокатлар Эдем Семедляев и Эмиль Курбидинов Тинтув кечірілген евге yol алдылар. ДПС хатимлері оларның yol кескендірлер. Так, вот Эмиля теперь задерживают, что-то ему там предъявляют. Адвокатлар Тинтувге оледе барып еталмағандыр. Зудия Салиеваның евіне Тинтув бірқаш саат сүрген. Нетижеде оғлы Сиран Салиевны Бахчисарай милициясына алып кеткенлер. Тинтув вақытта ФСБ хадимлері Қоранта башының мобиль телефонына чекіп алалар. Олар игил ве Хизбут Тахрирнен алақасы бардыр деген мақсатнен дини эдебият қыдыралар, ама бір шей тапып оламалар. ФСБ өзлерінен бірабер шатлық этежер шақысларны да кетіргенлер. С каким вообще вы намерением пришли? Мен сұрадым, насыл ниетнен келдіңіз. Олар айтылар. Анда дәвлет дұшманларымен көрешім. Біз дәвлет дұшманлары олғаныны таздықладыңыз. Сіз әнді келдіңіз, олар индемейлер. Сіздің дәвлет дұшманы терминологиясыны анламайым. Дәвлет дұшманлары университетлерде оқумай, балалары бала бақчысына қатнамай. Саму терминологию враг государства. Дайвел махкеме Сиран Салиевге 20.000 рублелік пара жазасы қарары чықарғандыр. Себебі 2016 сенесі майыста Бахчисарайда Салачы авиаханиясында ФСБ хадимлері тарафындан Тинтувлерін кечірілген вақытта Сиран Салиев дестек көстерген еді. Шымды евде оның өмір ақадашы, үш баласы ве анасы қалмақта, Сираны есе экстремизге қаршы күреш мерkezіне алып кеттілер. Эльвина Сейдбулаева, Заман, АТР. Адвокат Эмиль Курбидиновны яқалап демір yol махкемесіне алып кеткенлер зенадашлары білдіргеніне көре, оната 2013 сенесі санкедерсіне экстремистик материаллар тарқатылғанда шекілелер. Махкемеде оңан избетен сыңырлама ұсылыны белгілей білелер. Бұл ақта махкеме янында олған фальжилер білдіре. Сонки вақытлары Эмиль Курбидинов Хизбут Тахрир іші бойынша яқаланған ве экстремизмде шекленген инсанларына қорчалайды. Брат, мы с тобой, брат! На данный момент проходит Аллах верующих, брат! Сабадан Эдем Семедляевнен бері-берлікте Бахчисарайда өткерілген Тинтувге кеткен вақыт оларының арабасына ДПС хадимлері тоқтатты. Сонра есе yüzлері қапалы олған силалы инсанлар келіп Курбидиновны өз машинасына отыртып, экстремизмнен күрешув мерkezіне алып кеттілер. Мы следовали на обыск. Біз Салиевнің евінде өткерілген Тинтувге кетейдік. Ләкин бұл ДПС хадимлері біздеріні кечірмейлер. Эдем Семедляевны алып кетіп, база бойынша тешкірмеге істейкенлер. Тинтувге барып оламайық. Бұл адвокат ішіне қаршы олған басқыдыр. Чөнки эпс арабалар кече тек біздің машинамызны тоқтаттылар. Именно наша машина выборочно была остановлена. Вот еще сотрудники. Анада yüzлері қапалы хадимлер келді, біздің тарафқа келелер. Мен білесем Эдем Семедляевны яқаламаға тырышачақлар. Бір тақым инсан келе. Целая группа ребята захвата идет здесь. Эмиль Курбидиновның евінде Тинтувда өткерілді. Русия силалы хадимлері келген вақыт евінде өмір арқадашы балаларынан болынайды. Анасы Тинтув девамында ярамаған, яқынлары әжеле ярдым чағырмаға мечбур олғанлар. Зачитано постановление. Постановление не является обыском. Это не постановление об обыске. В связи с этим защитник Курбидинова Эмиля потребовала прекратить данное проникновение незаконное в помещение. Представьтесь.
Ну, кто такая? Я защитник ее. Я ее представляю интересно. Какой защитник? Представляю интересно. Мы не знаем, А вы тоже не Вы сотрудник силовых структур. По первому требованию вы должны показать. Двое представителей общественности пришли вместе с вами. Вполне возможно, что они сотрудники силовых структур. Позвольте, пожалуйста. Поверните, пожалуйста. С печатью, фамилиями. Я имею право, да, его? Конечно. А потом скриншот сниму. Согласен. Жилого помещения. Квартира 10. Женщина, ну успокойтесь. Квартира 10. Женщина, у женщины сердце больное. У нее... Ну не ругайте, женщина. Ребята, скорую вызовите, пожалуйста. Вызывайте скорую. Вызывайте скорую. Вызовите, вы человек в маске, находящийся в этом помещении. Вызывайте скорую. Я почти. Давай, до постели ее. На руки, давай. Тинтуф адвокатларының офисінде де өткерілді. Адвокат Эдем Семедляев айтқанына көре, олған шейлеріні дармадағын еткенлер. Прибыв на обыск, я участвовал... Бұл офис адвокатларының офисі олғаныны білдіргеніме бақмадан бізім техникамызны тұтып алдылар. Анда адвокат сырыны сақлаған мәліматлар да бар еді. Олар бұна бақмадан өз тақиқат әрекетлеріні девам еттірділер. Тинтуф битті, ершейіні дармадағын еттілер. Техника, базы бір журналларны алдылар. Закончился, вы видите, что произошло, все перерыли, изъяли всю оргтехнику, некоторые журналы. Қырымтатарларға қаршы репрессиялар артырылажағы үшін шымды адвокатларына йоқ етелер. Бойлевкірні адвокат Николай Полозов білдірді. Түневан ФСБ қадемлері оны қырсызлап Эльми Умеровнан іші бойынша соравдан кечірмеге істеген еді. Ойсе бұна қаршы шықты. Мы ожидаем новый. Қырымда репрессиялар артажақтыр. Шу себептен Русия акиметі илкевелі құрчалайжыларына йоқ етмеге істей. Емелге низбеттен жинай иш ачыла білгеніні истисна етмейім. Адвокатлар федераль палатасы сусып тұрған вақыт Русия силялы қоветлерінің еллері чезіле. Украина ватандашы олған қырымтатарларына басқы арттырылажақтыр. Межлис азаларына қаршы да жинай ишлер ачыла біле. Бұл репрессиялар башланмастан әвел адвокатларны темізлейлер. Құқық қорғаушылар адвокатлар яқалануы евлерінде өткерілген тінтулеріні ишғалшыларының қорқыту саясетінің қысымы олара қадаландырдылар. Ми бачимо, що російська окупаційна влада продовжує політику. Эркес сесіні чықармастан отырсын деп, Русия ишғалжы акиметі қорқыту саясетіні қолланмаға девам еті. Олар мұстақыл олған адвокатны алып барған ішлерінден ұрып чықармаға істейлер. О онларнен ішлеріні алып бара қырымтатарлары ве дигер фальжелеріні қорчалай. Ақтемшек өз ішінде 70-ші махкеме отырышы өткерілді. Анда видео делилерін оғыренмеге девам етелер. Адвокат Николай Полозов білдіргеніне көре, Украина тарафдары митинг ештіракшілері күтлеви қалабалықлар теші бүшшілері олғанны таздықламайдыр. Участники пророссийского митинга, ополченцы, казаки, целенаправленно, одномоментно, организованно осуществляют провокации участников проукраинского митинга. Мы видим действия Чайгоза, действия ряда других членов Меджлиса, в том числе Заура Смирнова. Они идентичны. Непонятно, почему на скамье подсудимых при одинаковых действиях находится только один Ахтем Чайгоз. Отсутствуют какие-либо признаки массовых беспорядков, отсутствуют какие-либо признаки наличия свидетеля обвинения Иваза Умерова. Хизбут Тахрир ішінде яқаланып апсте тұтылған Арсен Джипаровны сақалы олғаны үшін 10 күнге апстеки карцер жеза удасына ташлағанлар. 10 апрелін 18-інде Ялта жыварындаки Қызылташта яқалаған еділер. Кеченлері оны да дегер яқаланған мұсылманлар кебі Русия үкіметіні запт етілуіне интилулар япқандыр деп қабат шығардылар. Ноябрның 24-інде есе оны мечбүри психиатрик экспертиза кечірмек үшін рухи хастаханеге йоллаған еділер. Бұл саатқа олған сонки хаберіміз епіңізге қайырлы күнлер тілейім, бір-біріңізге мұқай толыныз, аты ерден ісе айрылманыз, қорышкенже.